Hürmetli оқушылар, өздеріңізге белгілі сабағымызда үздіксіз қолданып жүрген әдістің бірі структест әдісі. Структест әдісінің ережесіне сәйкес мына жерде сөздерді емес, етістіктің ерекше түрлерін оқы деп тұр. Енді біз етістіктің жұрнақтары, қай етістіктің жұрнағы жазылған тұр, соған қарап сөздерді тауып оқитын боламыз. Бізде бүгін бағаланатын оқушы Жеңіс Нұрислам. Кет. Жеңіс Нұрислам, мына бетке тұрасыз. Мен қаламсаппен көрсеткен сөзді атайсыз. Дұрыс болса дұрыс, дұрыс болмаса дұрыс емес. Мына жерде 10 сөз берілген. 10 сөзді қанша қате жібердіңіз, соған қарай бағаланасыз. Ал, әуелі, баста. Есімше. Аузын шығарып айтамыз. Көсімше. Есімше. Тоқта, түйіп жатыстық. Алы. Көсемше. Ара. Түйіп. Арғай. Түйіп. Есімек. Есімше. Есімше. Көсемше. Торт. Көсемше. Көсемше? Бұдан да қателестіңіз. Арғысы есімше жұрнағы. Сонымен сізде екі қате кетті. Енді бір пысықтасақ, жылдам оқуға тырыссақ, жаңағыдай айтып бірдеңе емес, нақты тезін. Ережені аттан айтып дейін. Есімше. Көсемше. Есімше. Есту ғамды. Көсемше. Көсемше. Есімше. Жоқ. Көсемше. Мүлгу. Тұйық. Есімше. Есімше. Есімше, я. Сонымен бір қате жібердіңіз, я. Ал, жарайды, отырамыз. Бізде осы бөлімде өтіп жатқан етістің ерекше түрлері болады, я. Енді алдыңғы бөлімде өткен ережемізге сәйкес жалғауларды оқып көрейік. Тақтаға бағалануға келеді. Оразбай Назым. Кеңіз. Оразбай Назым бұл жерде сөздерді емес, жалғауларды оқы деп беріп тұр. Кеңіз. Я. Жалғауларды оқы деп тұр. Қазақ тілінде білесіз, 4 түрлі жалғау бар. Сол жалғаулардың қайсысы жалғанып тұрған атын атасаңыз болды. Септік, көптік, жіптік. Я. Септік. Қате. Жіптік. Я. Тәуелдік. Я. Көкше. Көптік жалғау, я. Жіптік. Жіктік жалғау. Септік, я. Бір қате жібердіңіз, я. Жарайды, молодец, сіз бірден жылдам оқып үлгердіңіз. Жарайды, отыра беріңіз.